Бүгін 7-ші бөлім 3-4 сабақты өтетін боламыз. Жол жүру ережелері қашан пайда болды? Мына берілген суреттерге қарап отырсақ, бұл жол белгілері деп атауға болады. Бұрынғы кезде, яғни адамдар жолды ойлап тапқаннан бастап, олардың бағытын көрсетіп тұратын жол белгілері қажет болды. Адамдар ондай белгілерді алғашында қолмен жасап отырған, мысалға дейін ағаш бұтақтарын сындырып, немесе жол жиектеріне әртүрлі формадағы тастарды, белгілерді қойған. Суреттерге назар аударыңыз. Бірақ бұл бұтақтарды бірден көзге түсе бермейді, және де тастарда қозғалып кететін болған. Сондықтан сөйтіп адамдар әртүрлі мүсіндерді жол жиектеріне қою арқылы жол белгілерін жасап отырған. Осылайша жол белгілері пайда болған. Кейін жазу пайда болғаннан кейін, мына 4-ші белгіге назар аударсаңыз, жол маңындағы елді мекендердің аттары жазылып, осылайша жол белгілері пайда болған. 2-ші тапсырма. Сұрақтарға жауап бер. Жолда жүру ережелерінің тарихы туралы не білесің? Қазақстан Республикасында жолда жүру ережесі қашан қабылданған? Жол белгілерін халықаралық тіл деп атауға бола ма? Неге? Осы сұрақтарға енді жауабын берейік. Жолда жүру ережелерінің тарихы туралы не білесің? Ертеректе аталарымыз атқа мініп немесе ат жеккен күймемен баяу жүретін болған. Уақыт өте келе жолдың қажеттігі туындаған. Жол пайда болғаннан кейін ат жеккен арбалармен қатар түрлі көлік түрлері де пайда бола бастады. Көлік түрлері көбейген сайын жолдағы тәртіпсіздік те көбейе түсіпті. Сондықтан 1742 жылы ат жеккен күймелердің айдаушыларын жауапқа тартатын заң енгізіліпті. Тарихтан 1812 жылы Ресейде тұңғыш рет оң жақ қапталмен жүру тәртібі енгізіліпті, және жылдам жүрушілерге шектеу қойылып, экипаждардың жүріс-тұрысын реттеуге алғашқы қадамдар жасалғанын білуге болады. 2-ші сұрақ. Қазақстан Республикасында жолда жүру ережесі қашан қабылданған? Елімізде жолда жүру ережелері алғаш рет 1931 жылы Алматы қаласында пайда болыпты, және ол тек қала аумағындағы көшелер мен жұмысшы поселкелеріне қатысты болған екен. Сол кезде Алматы қаласы бойынша тек 109 көлік қана болыпты. Дегенмен көліктің санының аздығына қарамастан, сол кездің өзінде жол көлік оқиғалары орын алыпты. Ал еліміз тәуелсіздік алғаннан бері жолда жүру ережелері жолда жүру халықаралық конвенциясының талабына сай өзгертілген болатын. Жол белгілерін халықаралық тіл деп атауға бола ма? Неге? Әрине болады. Себебі жолда жүру белгілерін тану үшін шет тілін білу қажет емес. Сіз қай тілде сөйлесеңіз де жол белгілері ортақ, бірдей әрі түсінікті болады. Жол белгілері халықаралық тіл болғандықтан, олардың көмегімен қандай бағытта жүру керектігін білуге болады. 3-ші тапсырма. Төмендегі жолға қатысты мақал-мәтелдерді жаттап ал. Олардың ішінен өзің қалаған біреуін қатыстырып мәтін жаз. Мәтін көлемі 23-25 сөз болсын. Мәтінде сын есімдерді көбірек қолдан. 1-ші мақал. Сөз анасы құлақ, жол анасы тұяқ, су анасы бұлақ, көз анасы шырақ. Асыққан жолаушы атына теріс мінеді. Жол сұраған кісі адаспайды, жөн сұраған кісі жаңылыспайды. Қазақ халқында жол сұраған кісі адаспайды, жөн сұраған кісі жаңылыспайды деген мақал бар. Ол мақалды мағынасына терең үңілсек, әр істің өз маманы бар. Сондықтан барар жолыңды білікті адамнан сұрасаңыз, тез әрі уақытылы жетуге болады. Ал ақылды сұраған кезде білікті, білімді, жөн білетін, байсалды, байыпты, әр нәрсені ой елегінен өткізіп барып сөйлейтін дан адамнан жөн сұрасаңыз, еш қателеспейтін боласыз. 4-ші тапсырма. Мәтінді тыңда. Алғашқы бағдаршам қандай болды? Қазіргі бағдаршам қандай? Екеуіне назар аударып, осы суреттерге қарап көр. Ең алғашқы бағдаршамды британдық Джей Найт есімді азамат 19 ғасырда ойлап тапты. Бұл құрылғы тұңғыш рет 1989 жылы Лондон парламенті орналасқан көшеге қойылған. Кейін 3 жыл өткен соң бағдаршамның жарық шамы жарылып, абайсызда жақын тұрған полиция сақшысын зақымдаған көрінеді. Содан бағдаршам 50 жыл бойы ұмыт қалған. 1910 жылы алғашқы 2 түсті автоматтандырылған бағдаршам патенттеліп қолданысқа берілді. Ал күнделікті күнде көріп жүрген 3 түсті бағдаршамыңыз алғашқы рет Нью-Йорк қаласында 1920 жылы пайда болды. Жылдар өте бұл аппарат тиімділігін көрсетіп, Америка және Еуропа мемлекеттерінде кеңінен қолданыла бастаған.
Сын есімнің мағыналық түрлері. Сын есімдер мағынасы мен жасалу жолдарына қарай сапалық сын есім және қатыстық сын есім болып екіге бөлінеді. Сапалық сын есімдер деп мағынасы жағынан заттық әр алуан сыр сипатын ешқандай қосымшасыз ақ білдіретін сөздерді айтамыз. Мысалы, ақ көйлек, жеңіл көйлек, жібек көйлек және тағы басқалар. Қатыстық сын есімдер деп бір заттың белгісін басқа бір заттың іс-амалдың қатысы арқылы білдіретін сөздерді атаймыз. Қатыстық сын есімдер жұрнақтар жалғану арқылы басқа есімдер мен етістіктерден жасалады да заттың әртүрлі белгілеріне қатысты сындық ұғымдарды білдіреді. Мысалы, балалы үй базар, баласыз үй мазар. Мақал: үйге атты адам келді, біз көктемгі демалысқа шығамыз, бақыт көргенді қыз. Сапалық сын есімге мысал келтірсек, жақсы, тең деген сөздерді келтіруге болады. Қатыстық сын есімдер қауіпті, мысалға ті деген жұрнақ жалғану арқылы жасалған. 7-ші тапсырма: мәтінді оқы. Мәтіннен сапалық және қатыстық сын есімдерді теріп жаз. Адамдар жолды ойлап тапқаннан бастап ақ олардың бағытын көрсетіп тұратын жол белгілері қажет болды. Ертедегі адамдар ондай белгілерді қолмен жасап отырды. Мысалы, жүре жолда тұрған ағаштың бұтақтарын сындырып немесе жол жиектеріне әртүрлі формадағы тастардан белгі қойды. Бірақ ол бұтақтардан да бірден көзге түсе қоя бермейтін, жердегі тастар да қозғалып қалатын. Сондықтан адамдар енді белгіні табиғи заттардан бөлек етіп ажыратып қоюды ойластырды. Сөйтіп, алғаш рет жол жиектерінде үстіне Герместің бас мүсіні қойылған төрт бұрышты қысқа бағандар пайда болды. Ал біздің заманымызға дейінгі 5-ші ғасырдан бастап әртүрлі шығарма кейіпкерлерінің, мемлекет қайраткерлерінің, философтардың бас мүсіні қойылған тас бағандар көбейді. Кейін жазу пайда болғаннан кейін сол бағандарға маңындағы елді мекендердің аттары қоса жазылатын болды. Жол белгілерінің дұрыс жүйесі біздің заманымызға дейінгі 3-ші ғасырда ежелгі Римде салынған. Кейін мұндай белгі әлемнің елдеріне түгел тарай бастады. Оған бірте-бірте елді мекен атаулары мен олардың ара қашықтығы қосылып көрсетілген болатын. Қала тұрғындары көбейген сайын олардың жүріп тұруы қиындай бастады. Серуен саяхат аумағы кеңейді. Ат арбамен күймемен жүрудің өзі де күрделене бастаған. Кейін көліктің түрі де саны да көбейді. Жүріс-тұрыс қиындай түсті. Соған орай жолда жүру ережелерінің талаптары да өзгеріп, қатаңдана берді. Біздің елде алғашқы жол белгілері 1931 жылы Алматы қаласында қабылданды. Автокөліктер жолы сан-қилы, толассыз, тоқтаусыз жүріп жатқан жүргізушілер бір елдің, бір ұлттың адамдары емес қой. Олар өзара бірін-бірі қалай түсінеді? Міне жолдағы жүргізушілерге көмекке келетін, жүріс-тұрысына бағыт сілтейтін жол белгілері. Кез келген елден сапарға шыққан жүргізушілер жол белгілерін көріп, қандай бағытта қалай жүру керектігін біледі, адаспайды. Жүрген жерден тілін білудің қажеті жоқ. Жол белгілері халықаралық тіл болғандықтан, оның суретіне қарап өз бағытыңды тауып аласың. 8-ші тапсырма: мәтіннің қай бөлігінде жол белгілерінің қажеттігі артқан туралы айтылған, оған не себеп болған? Қала тұрғындары көбейген сайын олардың жүріп тұруы қиындай бастады. Серуен саяхат аумағы кеңейді. Ат арбамен, күймемен жүрудің өзі де күрделене бастаған. Кейін көліктің де түрі саны да көбейді. Жүріс-тұрыс қиындай түсті. Соған орай жолда жүру ережелерінің талаптары да өзгеріп, қатаңдана берді. Біздің елде алғашқы жол ережелері 1931 жылы Алматы қаласында қабылданды. Сын есімнің түрлері құрамына қарай дара сын есім және күрделі сын есім болып бөлінеді. Дара сын есім негізгі сын есім және туынды сын есім болып бөлінеді. Күрделі сын есім бірігу арқылы жасалады. Мысалы, көк пен бек. Қосарлану арқылы жасалады. Қызылды, жасылды, сап-сары сөздердің тіркесуі арқылы жасалған хас, сұлу. Мағынасына қарай сапалық сын есім және қатыстық сын есім болып бөлінеді. Сапалық сын есім негізгі түбір сөз арқылы жасалады. Мысалға, ақ, әсем, көк сөздерін келтірсек болады. Қатыстық сын есім ол туынды түбір, яғни негізгі түбірге жұрнақ жалғану арқылы жасалады. Мысалға, бақыт сөзіне т жұрнақ жалғану арқылы бақытты сөзі, әсем сөзіне пас жұрнақ жалғанып, және зерлі сөзіне лі жұрнақ жалғану арқылы қатыстық сын есімді құрап тұр. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Жаңа сабақтарды бірінші болып көру үшін біздің арнамызға жазылып қой.